Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге стендап туралы айтамын. Стендап дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда стендап тік тұру деген мағынаны білдіреді, және де ол журналистің кадрдегі сөзі болып табылады. Негізінен стендап тек қана оқиға орнынан жазылады. Егер де журналист төтенше жағдай орын алып, сол оқиға орнына барса, немесе маңызды оқиғалар болған кезде, сол жерден барып стендап жазуға болады. Стендапты негізі түрлі форматта жазуға болады, отырып, тұрып, жүріп те жазуға болады. Бірақтан да қазіргі таңда тек қана жаңалықтар қызметінде емес, бұны видео хостингтерде, тағы да басқа және де сюжеттерде, материалдарда осы стендап әдісін қолданады. Көбісі ойлайды, стендап жазуды өте оңай деп, бірақтан да стендап жазу оңай емес, оған да арнайы дайындықтар керек. Негізі стендап жазу менің ойымша 4 этаптан тұрады. Олардың біріншісі дайындық кезеңі және мәтініңді дайындау керек. Бұл жерде ең алдымен сіз мысалға бір оқиғаға барасыз, сол оқиғаға байланысты алдын ала мәтініңізді дайындап баруыңыз керек. Өйткені сіз стендапты сол оқиға орнына барған кезде, дер кезінде бастап, яғни стендапыңызды жазып, кешке дейін ол материалды жаңалықтарға өткізуіңіз қажет. Сол үшін де сізге арнайы мәтінді дайындап алу керек. Ал мәтінді дайындау үшін сізге күрделі сөйлемдерді қолданудың қажеті жоқ, өйткені сізді тыңдайтын қарапайым халық, ал қарапайым халық ол қарапайым тілде ғана түсінгісі келеді. Ал күрделі сөйлемдерді олар қабылдамайды, немесе түсінгісі келмейді. Сол үшін де барынша сөйлемде оңай сөздерді қолданыңыз, өйткені сіздің мәтініңіз нақты әрі түсінікті болса, ол бәріне қызықты болады деп ойлаймын. Және де сіздің мәтініңіз негізі стендап мәтіні 7-8 сөйлемнен ғана тұруы керек, 30-40 секунд аралығында болса өте керемет болады, өйткені барлығына түсінікті әрі қысқа нұсқа болады. Бұл стендап форматы мен ойымша барлығына ұнайды деген ойдамын. Стендапты жазған кезде сіздің мәтініңіз сол оқиғаға байланысты болу керек. Мысалға сіздің енді төтенше жағдай орындалып, егер де сол жерде су басып жатқан болса, онда сіз сол суды кешіп, сол судан зардап шеккен адамдар туралы айтуыңызға болады. Яғни сіздің арт жақтағы фоныңыз сол сіздің мәтініңізге қарай жазылып, яғни мәтініңізбен үйлесімде болу керек. Егер де сіз басқа ақпараттарды айтып, ал сіздің артқы фоныңыз мүлдем басқаша болып тұратын болса, онда сіздің стендапыңыз сәтті шықпайды. Жаңа айтып кеткенімде достар, стендап жазу оңай емес, оған алдын ала дайындалу керек. Ол үшін дайындалу үшін сізге мәтінді дайындап алдыңыз, одан кейін айна алдына тұрып, өзіңіздің стендабыңызды ойластырыңыз. Қалай тұрасыз, қалай жүресіз, қалай айтасыз, барлығын да алдын ала ойластырып алыңыз, айнаға қарап айтыңыз. Сол кезде барып өзіңіздің кемшіліктеріңізді көресіз, және де ол кемшіліктерді дұрыстай аласыз. Немесе сіз мысалға стендапты жазған кезде сізге оператор кейбір ескертпелерді айтпай қалуы мүмкін, немесе сізде кемшіліктер болып қалуы мүмкін. Солардың алдын алу үшін сіз ең алдымен айнаға қарап, алдын ала дайындалып алыңыз. Бұл біріншіден өзіңіздің түр әлпетіңізді көруге, және де екіншіден өзіңіздің қорқынышыңызды жеңуге көмектеседі. Келесі үшінші этап, бұл жерде сіздің жаңа айтып кеткенімде түр әлпетіңіз, яғни сіздің киім стиліңіз. Мысалға біз журналистер үнемі классика киіп жүруіміз керек, себебі біз съемкаға барған кезде футболкамен немесе шортымен, киімдермен стендап жаза алмаймыз. Ал бізге аяқ астынан мысалға съемкаға шақырып стендап жазуға тура келуі мүмкін. Сондай жағдайға дайын болу үшін үнемі бізге классикамен, әдемі киім үлгісімен жүру керек. Және де енді шаштарымызды әдемілеп, қыз болған соң кішкене ретке келтіріп алу керек. Мысалға сіз съемка барысында сіздің шаштарыңыз, киіміңізде дұрыс емес болып тұрса, ол журналистің, мен ойымша, біліксіздігін білдіреді, оның өзіне қарамайтындығын білдіреді. Сол үшін де әрдайым классикамен және әдемі шаш үлгісімен өзіңізге қарап, солай жүруіңіз керек. Өйткені стендапта бұл өте маңызды, өйткені сізді қаншама халық көреді камерадан, және сол кезде сіздің кемшіліктеріңізді көріп қалуы мүмкін. Достар, негізі журналистер көбінесе стендапты бас киімсіз және де көзілдіріксіз жазады. Өйткені сіз көзілдірікпен ол стендапты жаза алмайсыз. Сіз журналист, ол жерде сіз тек қана ақпарат беруіңіз керек. Ал сіздің бетіңізде ондай
очки немесе тағы да басқа бұйымдар болмауы қажет. Бас киімде солай, сіз бас киімді шешіп стендап жазатын кезде, ал одан кейін мысалы киіп алсаңыз болады стендаптан кейін, бірақ стендап жазған кезде сізде бас киім болмауы керек. Сіз іште болсаңыз да, яғни зданияның ішінде болсаңыз, сыртында болсаңыз да бұл қағида өзгермейді. Достар, тағы да айта кетейін, егер де сіздер стендап жазған кезде стендапты екі нұсқада жазғандарыңыз жөн. Егер де сіздерге бірінші стендап ұнамай қалса, екінші стендапты қоюға болады. Сол үшін де әрдайым екі форматта жазыңыздар. Мысалға, енді уақыт тығыз болса, бір форматта да жазуға болады, ал егер де уақытыңыз болып жатса, онда екі форматта да жазып, дикцияңызды өзгертіп, немесе өзіңіздің стендабыңызды өзгертіп, солай жазуға болады. Ең бастысы өзіңіздің қалауыңызда барлығы да. Ал келесі төртінші және соңғы этап бұл стендап жазудағы. Бұл этап негізі стендап жазып біткеннен кейін, яғни монтаж жасау керек болады. Ал монтажды жасау үшін негізі сізге стендап кезінде алдын ала дайындалып алу керек. Ол үшін сіз стендап жазған кезде стендап алдында 5 секунд кідіріңіз, ал стендаптан кейін тағы да 5 секунд кідіруіңіз қажет. Өйткені ол монтаждаған кезде ол көмегін тигізеді. Ал егер де сіздер мысалға 5 секунд кідірмей сөздеріңізді доғарып тастайтын болсаңыз, немесе тағы бір оқыс қимыл жасайтын болсаңыз, онда сіздің монтажыңыз әдемі шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін де осы қағиданы ескеріңіздер. Алдын ала монтажға дайындалып барыңыздар. Мысалға стендапты жазып алып, сосын енді қалай монтаждаймын, немесе не істеу керек, бұны қалай монтаждау керек демей, бәрін рет-ретімен текстіңізді, яғни жазып алыңыз толық. Қай жерінде стендап болады, қай жерінде стендап аяқталады, немесе немен аяқталады, барлығын алдын ала ескеріп, жоспарын жасап алғаныңыз жөн. Өйткені монтаж жасаған кезде ол сізге көмегін тигізеді, және де монтаж да оңай жасалады. Ал егер сіз оның жоспарын құрмай жатып, тек қана стендапты түсіріп кетсеңіз, мына жақта монтажға келген кезде сізде түрлі мәселелер туындауы мүмкін. Сол себепті алдын ала барлығын дайындап алыңыз, монтажға дайындалыңыз, және де стендап мәтін дұрыстап жазып алыңыз. Одан кейін, өйткені сіз оқиға орнына барып айтқан нәрсені қайтадан келіп мына жаққа айта алмайсыз, немесе бұл мәтініңіз дұрыс болмай қалса, сол нәрсені қайтадан барып оқиға орнынан сол нәрсені түсіріп келуге тура келеді. Сол үшін де, достар, мәтініңізді ең алдымен жазып алыңыз, оны тексертіңіз редакторларға, содан кейін барып стендап жазуға кіріскеніңіз жөн. Достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де видеоны ұнайтын болса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.